Сәлем достар, Зерек бала каналына қош келдіңіздер. Қызықты видеоларымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лүпіл басып қой. Сәлеметсіздер ме? 51-ші тақырып. Бірінші есеп. Ыбырай Алтынсарин атындағы марапат қай жылы бекітілгенін анықта. Есепті шығарамыз. 6636 бөлінген 42 тең болады 158-ге. 18011 бөлінген 83 тең болады 217-ге. 158 қосылған 217 қосылған 1632 тең болады 2007. Жауабы 2007 жылы марапат бекітілді. Келесі 5-ші есеп. Тарихи орындарға бару үшін әр қайсысы 12 оқушыдан тұратын 21 топ жолға шығуға дайындалды. Оларға жолға шығу үшін әр қайсында 14 орындары бар шағын автобустар бөлінді. Оқушыларға барлығы қанша шағын автобус қажет болды? Шартын жазамыз. 21 топ 12 оқушыдан, автобустар 14 орыннан бөлінді. Қанша автобус? Шешімі. 12-ні көбейтеміз 21-ге, тең болады 252. Бұл барлық оқушылар саны. 252-ні бөлеміз 14-ге, 18 болады. Жауабы барлығы 18 автобус бөлінді. Келесі 5-ші есеп. Автобус аялдамаға дейін 68 км/сағат жылдамдықпен бірнеше сағат жүрді. Соны табатын боламыз. Қалған жолда ол 65 км/сағат жылдамдықпен 4 сағатта жүріп өтті. Барлық жүрген жолы 464 км болды. Автобус жолдың бірінші бөлігін қанша сағатта жүріп өтті? Шартын жазамыз. В1, яғни бірінші жылдамдық бізде 68 км/сағат. В2 65 км/сағат. Т1 бізде белгісіз. Т2 тең 4 сағат. Барлық жүрген жол S тең 464 км. Табу керек Т1-ді. Шешімі. S2-ні тауып аламыз бірінші. S2-ні табу үшін V2 мен Т2-ні көбейтеміз. Екінші жылдамдықпен екінші уақытты көбейтеміз. 65 көбейтілген 4 тең 260 км. Енді С1-ді табамыз. С1 табу үшін S-тін азайтамыз S2-ні. S1 тең 464 азайтылған 260 тең 204 км. Енді Т1-ді табамыз. Т1-ді табу үшін S1-ді бөлеміз В1-ге. S1 бізде 204-ке тең болды. 204 бөлінген бірінші жылдамдық бізде 68 км/сағат. Тең 204-ті 68-ге бөлгенде 3 сағат. Жауабы бірінші бөлігін 3 сағатта жүріп өтті. Келесі 6-шы есеп. Әкесі мен анасы пойызбен барып қайтуға әр қайсының бағасы 16800 теңге тұратын билеттер сатып алды. Есептесу үшін ішінде 180 000 теңге бар банк карточкасын берді. Қонақ үйде оларға таңдау үшін бірнеше бөлме ұсынылды. Шартын жазамыз. Карточкада 180 000 теңге бар. Барып қайту билеті 16800 теңгеден 2 адам. Тамақтану 5000 теңгеден 5 күн 2 адамға есептейміз. Барлығы қанша теңге кетті? Қалады қанша теңге? Шешімін жазамыз. Ең алдымен билет санын көбейтіп аламыз. 16800 теңгелік билетті көбейтеміз 2 адамға. 33600 теңге билетке кетті. 5000 тамақтануды көбейтеміз 2 адамға, көбейтеміз 5 күнге. Тең 5000 көбейтілген 2 10 000, 10 000-ды көбейтеміз 5-ке 50 000 тамақтануға кетті. 33600-ге қосамыз 50 000-ды 83600 теңге кетті. Азайтамыз. 180 000-нан азайтамыз 83600-ді. 96400 теңге қалды. Бізде люкс бөлме, жайлы бөлме алуға ақша жеткіліксіз, сондықтан стандарт бөлмені таңдаймыз. Көбейтеміз. 9200-ді көбейтеміз 2 адамға, көбейтеміз 5 күнге. Тең болады 92 000.
96.400-ден азайтамыз 92.000-ді. Тең бізде карточкадағы бар 180.000 теңгеден 4.400 теңге қалады. Демек, стандарт бөлмені таңдайтын болсақ, біздегі 180.000 теңге жетеді. Келесі 7-ші есеп. Диаграммадағы мәліметтермен толықтырып есепті шығар. Мектеп театрының оқушыларына көйлек тігуге диаграмма бойынша 5 метр мата, ал белдемше тігуге диаграмма бойынша қарайтын болсақ 3 метр мата қажет. 12 көйлек тігілді. Белдемшеге қарағанда көйлек 2 есе артық тігілді. Көйлек пен белдемшеге барлығы қанша метр мата жұмсалды? Табамыз. Шарты: көйлек 5 метр, 12 дана, белдемше 3 метр, көйлек белдемшеге қарағанда 2 есе артық. Шешімі: ең бірінші белдемше қанша дана белдемше тігілгенін табамыз. Ол үшін көйлектің 12 данасын 2-ке бөлеміз. 12 бөлінген 2 тең 6. 6 бұл белдемше саны. 6-ны көбейтеміз 3 метрге, тең 18 метр. Бұл белдемшеге кеткен матаның метрі. Енді көйлекке кеткен матаның метрін есептеу үшін 12-ні көбейтеміз 5-ге, тең 60 метр. 60-қа 18-ді қосқанда 78 метр болады. Жауабы: барлығы 78 метр мата жұмсалды. Келесі 8-ші есеп. Ойлан және жауап бер. Әр қорапта бір қызыл шардан бар, ал қалғаны көк шарлар. Бірінші қорапта 15 шар, екінші қорапта 120 шар, үшінші қорапта 200 шар бар. Қорабына қарамай бір қызыл шар алу мүмкіндігі артығырақ болу үшін шарды қай қораптан алу керек? Бізде шарды әрине бірінші қораптан алу өте тиімді. Себебі оның ішінде бар болғаны 15 шар бар. Оның ішінен біз қызыл шарды тез тауып аламыз. Ал 120-200 шары бар қораптың ішінен бір қызыл шарды іздеп табу мүмкіндігі төменірек болады. Сондықтан бір қызыл шарды бірінші қораптан алу дұрысырақ деп түсіндіресіздер.